Құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары, сіздерге қазір тағы бір қосымша ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Бұл сіздердің пайдаларыңызға жарайды деген ойдамын. Қазіргі таңда барлығымыз WhatsApp желісін қолданамыз. Яғни WhatsApp желісі арқылы сурет жібереміз, видео жібереміз. Және де оның сапасы бізде WhatsApp желісінен келген кезде, сапасы төмендеп кетеді. Ал енді келген сапаның бұзылмауы үшін біз Telegram чаттарын пайдаланып жатады екенбіз. Енді WhatsApp желісінде де сол сурет қандай форматта болса, сондай форматта қабылдау үшін мынандай әрекетті орындайды екенбіз. Настройка бөлімінде ашамыз, WhatsApp желісінің настройкаға кіреміз, төменгі данные и хранилище бөліміне өтеді екенбіз. Сосын төменгі бөлімде качество загрузка фото деген тұрады. Яғни сіздерде осы жерде автоматически де тұрады. Сіздер таңдауларыңыз керек. Наилучшее качество дегенді. Яғни сол батырма, соны таңдау арқылы окей батырмасын бассаңыздар, сіздерге келген фото суреттер, яғни сапасын жоймайды екен. Сіздерге мәлімет, ақпарат ұнайды деп ойлаймын, және лайк, коммент жазуларыңызды сұраймын. Подписаться жасауды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.